Қарым-қатынассыз ереже бүлік тудырады. Сіздер бір нәрсені тыңдай беруден шаршаған боларсыз. Дегенмен бұл менің бүкіл өмірімнің басты тақырыбы. Қарым-қатынассыз ереже бүлік тудырады. Басқа сөзбен айтқанда, егер балаларымызбен қарым-қатынас орнататын болсақ, олар сүйіспеншілік қарым-қатынасына негізделген ережелер мен шындықты қабылдайды. Қарым-қатынас көпірін орнатудағы тағы бірегей қағида. Бұны мен тәсілдеме, ыңғай, жол таба білу деп айтам. Балаңыздың әлеміне кіретін жолды табыңыз. Осылай істесеңіз, балаңыздың қандай түсінікке ие болатынын білесіз бе? Маған ұнаған нәрсе әкеме де ұнайды. Маған қызықты нәрсе анама да қызықты. Егер олар осыны сезінсе, онда сізде отбасы бар деген сөз. Сізде қарым-қатынас бар деген сөз. Балаңыздың әлеміне кіріңіз. Киелі жазбада қорынтықтарға арналған бірінші хаттың 13-ші тарауында былай деп жазылған. Сүйіспеншілік өзімшіл емес. Ол нені талап етеді? Сүйіспеншілік өз қамын ойламайды. Сонда ол кімнің қамын ойлайды? Өзгенің. Неге біз әрдайым балаларымызды олардың қалаған жеріне емес, өзіміздің қалаған жерімізге баруға мәжбүрлейміз? Біз қалаған жерде біздің жегіміз келетін нәрсені жеуге, бізге ұнайтын ойынды тамашалауға, бізге ұнайтын киноны көруге мәжбүрлейміз. Тыңдаңыз, балаларда адам. Олардың әлеміне қарай қадам басыңыз. Егер сіз жас әке болсаңыз, не жақында әке болайын деп жатсаңыз, тыңдаңыз. Балаңыз кішкентай кезінде оның әлеміне кіріңіз. Сонда олар өскенде сіздің әлеміңізге кіретін болады. Бір күні сіз де менің жасыма жетесіз. Ал мен үшін ең үлкен қуанышты сәттердің бірі балаларымның менің өміріме қадам басуы. Балаңыздың әлеміне қадам басыңыз. Қанша рет менің Барби қуыршағымен ойнағанымды санау мүмкін емес. Барби Кенмен ажырасып кеткенде мен қатты уайымдадым. Өйткені менің кіші қызым Барби әлеміне кіріп кеткен еді. Мінекей ел аралап тәлім беріп жүретін ересек адам ойыншықтар дүкеніне барып, қуыршақтар тұрған сөреге барып, Барбиге жаңа көйлек немесе Кенге жаңа костюм не осы сияқты тағы басқа нәрселерді сатып алатынмын. Сонан соң үйге кіре салысымен, қызым, мен саған не әкелгенімді білесің бе деп, біз еденге отыра сала Барбиді киіндіретінбіз немесе басқа бір нәрсе істейтінбіз. Осы естеліктерді ешқашан ұмытпайтын шығармын деп үміттенем. Мен ешқашан қартайып алжымайтын шығармын деп үміттенем. Алжудың да өзіндік жақсы жағы бар. Мысалы, құтқарылу мейрамына жұмыртқаны өзің бояуға болады. Дегенмен мен шынымен алжымаймын деп мінәжат етем. Өйткені балалармен өткізген ғажайып сәттерді ұмытқым келмейді. Уақыт келе. Осы естеліктерді қаншалықты қатты бағалайтыным ойыма да кіріп шықпапты. Балаңыздың әлеміне қадам басыңыз. Егер солай істесеңіз, ол өскенде сіздің әлеміңізге қадам басатын болады. Айтыңызшы, балаңыздың әлеміне қадам басудың ең бірегей жолдары жайлы ойланып көрдіңіз бе? Келесі бөлікте мен мүмкін бұрын ешқандай әке жасамаған бір нәрсені, яғни баласының әлеміне қадам басуды жасаймын.